Баршаңызға сәлем. Осындай дәмді, нәрлі, қуырдақтың рецебін білгілеріңіз келсе, өте оңай, тез жасалады. Менімен бірге болыңыздар. Ал ондай болса, бірге жасауды бастайық. Бүгін мен сіздермен сиырдың жүрегінен, бауырынан, етінен жасалған қуырдақтың рецебімен бөліскім келіп отыр. Бұны кез келген малдың қышқырылысында нелермен жасай беруге болады. Менікі именно бүгін сиырдікі. Ондай болса, бастайық. Ал енді мынау сиырдың жүрегі. Сиырдың жүрегін өстіп тураймыз. Қатты ұсақ қылмай, қатты ірі қылмай. Турап болғаннан кейін бұны бір шайқап жібереміз. Негізі жуылған, бірақ сонда да қурар алдында бір шайқап жібереміз. Ал енді сарымсағын да тураймыз. Менің негізі тамақтарымның бәріне чеснок қосам. Қандай осында коронавирустан кейін ба, осы тамақтың бәріне чеснок қосу мен үшін әдет болып кетті. Картошкамызды өстіп кубиктап турап, суға салып қоямыз. Қазанымызға кішкене май қоямыз. Қызып тұрған неге жаңағы етімізді жудық, жүрегімізді. Ал міне енді өстіп су шығып қойылып жатқан кезде бисмиллах деп тұзын саламыз. Тұзды қолмен салған дұрыс. Сол кезде тамақтарыңыз дәмді болады. Су тартылғанша қазір кішкене баяу отта тушит етеміз. Турап дайындап қоямыз. Бірақ бауырды қуырдағымыз дайын болып қалды деген кезде бірақ саламыз. Ерте салсаңыздар бауырларыңыз қатып қалады. Кейбір адамдарға ұнамайды. Мен соны байқадым. Қалалы жерге бәріміз ауылдан шыққанбыз. Ауылда бұндай нәрсенің бәрін жей беретінбіз. Бізге өзімізге ұнайды. Өте витаминді көп. Ауыр емес. Өте жақсы. Өзімізге бауырды құрып, пиязбен қуырып жесек те ұнайды бізге. Ал енді қуырдағымыздың бетіне салатын зеленімізді турап дайындап қояйық. Ал міне суымыз тартылды, жақсы қуырылды қуырдағымыз. Мынау негізі 2-3 адамға ғана жасап жатырмын. Сиырдың 4-тен 1 бөлігі жүрегі, бір 200 граммдай ет, және бір 200 граммдай бауыр. Пиязымыз бен чесногымызды саламыз. Біз міне өстіп етімен пияз, сосын картошка и көкшіл, бауыр, басқа ештеңе қосылмайды. Томат, морковь, таза қуырдақ, ондай қуырдаққа ондай нәрсе қосылмайды. Үй ішіміз демейді, сол үшін қуырдақты таза осылай. Соғымның бірінші қуырдағы. Сарымсағымыз қуырылып болды, енді бисмиллах деп суымызды құямыз. Көп судың құюдың қажеті жоқ. Міне осылай. Су құйып, енді қайнағанын тосамыз. Қайнағаннан кейін тағы да бір жарты сағаттай қайнатамыз. Әбден еті былпылдап, жүрегі де былпылдап пісу керек. Мына жерде мен 800 грамм су құйдым. Дайын болып қалды. Сол пісіп қалған кезде жаңағы бауырымызды саламыз үстінен. Бауырымыз болған. Бауырымызды үстінен салып, бір 10 минут қайнатамыз бауырды. Одан көп қатты қайнатпаймыз соң кейін. Бұлпылдап қайнау керек, сол кезде бауырымыз жұмсақ болады. Ал енді міне қуырдағымыз дайын болды. Өте сорпалы, кішкене. Алдарына салып берсеңіз де болады. Осындай үлкен табаққа салып ортаға қойсаңыздар да болады. Өте дәмді, пайдалы қуырдақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен болған гүлім. Сау болыңыздар.